Біздің арналардың бесеуінің жаңалықтары бар, мысалы 31-де информбюро бар, ктк-да тағы бір жаңалықтар бар. Қазақстан үшеуінің айырмашылығы аса емес. Айтатындар бір жаңалық, ешкім осы қазақтың шынымен басында болып жатқан катастрофаны көргісі келмейді. Көргісі келмейді, айтқысы келмейді. Бәрі айтады, айтқызбайды. Айтқысы келмейді ешкім. Әркім өзінің жеке басының тыныштығын ойлайды. Неге? Барлығын сондай жағдайға әкеп тіреп қойды қазіргі үкімет. Кез келген журналисті, кез келген ақынды да жеке проблемасын көбейтіп қояды. Ол сонымен жүрген адам мемлекетті ойлауға, басқасын ойлауға, шындықты айтайын деп ойлауға. Виктор Цойдың жақсы сөзі бар ғой. Мен өтірік айтқандарды жек көремін, шынымды айтсам, шындықтан да шаршадым дейді. Сол секілді адам шындықтан да шаршайды. Егер оны еститін құлақ болмаса, айтатын жері болмаса, шаршайды адам шындықтан.